Сәлеметсіңдер ме 9-шы сынып оқушылары? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 8-ші сынып алгебра курсын қайталау. Сабағымыздың мақсаты 8-ші сыныпта қарастырылған оқу мақсаттарына тиісті терминдерді, анықтамаларды еске түсіру және есептер шығару. Еске түсіріп өтейік. Иррационал сан және нақты сандар ұғымы. Шексіз периодты емес ондық бөлшектерді иррационал сандар деп атайды. Ал рационал және иррационал сандар бірігіп нақты сандар жиынын құрайды. Балалар, квадраттық функция дегеніміз не? Квадраттық функция, яғни y тең ax квадрат плюс bx плюс c. Бұнда a нөлге тең емес түріндегі функция квадраттық функция деп аталады. Мұнда x айнымалы, a, b, c нақты сандар. y тең ax квадрат плюс bx плюс c. a нөлге тең емес функциясының дербес жағдайы. y тең ax квадрат функциясы болып табылады. Алдымен y тең ax квадрат плюс bx плюс c функциясындағы квадраттық үш мүшенің толық квадратын бөліп жазу арқылы оны мынандай түрде жазуға болады. Енді квадраттық функцияның графигін салудың алгоритмі бар. Яғни ол алгоритм біріншіден m тең минус b-ның 2a-ға қатынасы n тең минус d-ның 4a-ға қатынасы формуласының көмегімен параболаның m және n төбесін және x тең m симметрия осін анықтау керек. Екіншіден, координаталық осьтермен қиылысу нүктелерін анықтау керек. Осында тағы да кесте құру арқылы да квадраттық функциясының графигін салуға болады. Ал енді есеп шығарып көрейік. y тең x квадрат минус 2x минус 3 функциясының графигін салайық. Кесте құрастыру арқылы салайық. X-ге минус 2-ні берген кезде y-тің мәні 5 шығады. X-ге. Ал енді осы арқылы x-тің мәндерін жеке-жеке қойып, y-тің мәндерін жеке-жеке табамыз. Осы бойынша, кесте бойынша x пен y нүктелерін тауып, координатаға белгілеп, графигін саламыз. Яғни, мынандай парабола пайда болады. Ал келесі есеп шығарайық. ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 квадраттық теңдеуінің мәндерінің қосындысын табыңыз. Егер суретте ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 функциясының графигі берілсе, онда біз есепті бұлай шешеміз. Квадрат теңдеудің мәндері параболаның осы ойкіс нүктелерімен қиылысу мәндеріне тең. Суретке қарасақ, x1 тең 1, x2 тең 5. Олардың қосындысы x1 мен x2-ні қоссақ, x-тің мәні 1, қосылған x2-нің мәні 5, одан 6 шығады. Есептің жауабы ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 квадрат теңдеуінің мәндерінің қосындысы 6-ға тең болады. Енді балалар, қорытынды сұрақтарға жауап беріп, өздеріңді тест сұрақтары арқылы тексеріп көріңдер. Енді балалар, жоғарыда шығарылған мысал есептер бойынша мына төмендегі тапсырманы орындаңдар. Қош, сау болыңдар енді.